қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Ерке Есмахан бүгінде Біріккен Араб Әмірліктерінде отбасымен демалып жатыр. Алайда, белгілі болғандай, өнер иесі Дубайда тек жанұясымен ғана емес, 91 тобының экс-мүшесі Азамат Занкеевпен бірге уақыт өткізуде. Желіде қос әншінің суреттері тарап, көпшілік арасында қызу талқыға түсті. Желідегілер қос әншінің бірге демалып жүргеніне қарап, олардың қыз бен жігіт ретінде кездесіп жүргенін болжады. Ерке Есмахан мен Азамат Занкеевтің Дубайдағы суреттері НТК арнасындағы ревью бағдарламасының ресми Instagram парақшасында жарияланды. Қайда әнін орындаушы Арудың жеке парақшасында жұлдыздарды бірге көргендерін айтып, пікір қалдырғандар да бар. Қалың көпшілік қос өнерпаздың бірге саяхаттап жүргенінің өзіне аса қатты таңғалған. Айта кетейік, Ерке Есмахан мен Азамат Занкеевтің жас айырмашылығы 9 жас. Әзірге шоу-бизнес жұлдыздары бұл қауесетке қатысты ешқандай пікір білдірген жоқ. Олар желідегі ақпаратты не растаған да, жоққа шығарған да жоқ.